Python бағдарламасында екі өлшемді, яғни 2D ойындарды жасау үшін Pygame кітапханасында арнайы дайын модульдар болады. Мысалға, терезе жасау модулі, дисплей, surface модулі, кескіндерді көрсетуге арналған, және кескіндерді жүктеуге сақтауға арналған image модулі, mouse модулі, тінтуірмен жұмысқа арналған, және әртүрлі фигураларды сызуға арналған draw модулі. Осы модульдарды біз Pygame кітапханасынан жүктеуіміз керек болады. Ең алдымен біз Python бағдарламасын орнатайық. Браузерден www.python.org деп кірсеңіздер болады, немесе компьютерлеріңіздің іздеу аймағында Downloads 3.8 версиясы, басқа версияларды көруге болады. Ең соңғы шыққан. Pythonның пакеттік менеджерін тезірек табу үшін бұл жерге белгісін қойып өтеміз. Стандартты библиотекасы, тест-сюит, документация, утилита, поддержка. Launcher, Bootstrap, pip. Pip деген Pythonның пакеттік менеджері. Ойын жасауға қажет модуль Pygame'ді импорттап көрейік. Модуль табылмады дейді. Модульді біз pip пакеттік менеджер арқылы іздейміз. Ол үшін біз командалық терезеге администратордың атынан кіргеніміз дұрыс. Администратордың атынан Python'ды қостық. Енді шығып көреміз. Модуль табылмады. Python консолінен шығамыз. Pythonның пакеттік менеджерін орнатамыз. Пакеттік менеджер арқылы іздеп көрейік. Pythonның пакеттік менеджері Pygame'ді бізге орнатып берді. Енді Pygame библиотекасын
импорттауымызға болады. Кітапхананы біз импорттадық. Кітапхананы импорттадық. Енді ойын терезесін Pygame display set mode төрт жүз ені мен ұзындығы 400 және сол жақтағы жоғары нүкте экранның сол жақ жоғары нүктесін 0 деп алатын болсақ, төмен қарай 400, оңға қарай 400 нүкте пиксель көлемді терезе таңдаймыз. Бұл біздің ойын тереземіз. Мына жаққа барып қойып қояйық.